Сәлем достар, бүгінгі видеомызда осындай жилетканың түрін тігетін боламыз. Маған осындай материал және тесма керекті, осындай әшекейлер және де астарлық материал керек болды. Мен материалды екіге бүктеп, дайын лекаламды қойып, сол бойынша сызып шықтым. Сіздерде егерде лекала болмаса, менің жекеме астына комментарияға жазып кетсеңіздер, лекала жөнінде түсінікті басқа видео шығаратын боламын. Міне енді мен осы сызған сызбамның үстінен қырқып шығамын. Міне материалымыз екіге бүктелген, мен арқа бөлігін қырқып жатырмын. Міне артқы бой дейміз, осы қырқылып болды. Енді алдыңғы бойына көшеміз, оны да дайын лекала бойынша сызып қырқып шығатын боламын. Мен келесі видеода осы жилетканың ішіне ақ көйлегін тігудің жолын көрсететін боламын. Егерде түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазып, өз пікірлеріңізді бөлісіп кетсеңіздер болады. Енді алдыңғы бөлігімізді қырқып болғаннан соң, етегі жағына басқасын қырқамыз. Етек желбірегі дейміз десеңіз де болады. Міне мен 25 сантиметр өлшеп, өзіме керекті материалды қырқып алдым. Енді жилеткамыздың астарын пішеміз. Мен екі бүктеп, үстіне негізгі матамды қойып, дәл сол бойынша қырқып шықтым. Ешқандай артық сантиметрді артық қалдырып қырқпаңыз, өйткені тігілген кезде астарлығы шығып тұратын болады. Алдыңғы бойды да қырқып аламын. Міне дәл қойып, өлшем бойынша қырқып шықтым. Міне сіздерде осылай қырқып өзіңізге, қызыңызға, болмаса жақындарыңызға жилетка тігіп берсеңіз болады. Мен бірінші иықтарын қосуды бастаймын. Міне алдыңғы бойдың иығын қосып, міне арқа бөлігімен біріктіріп жатырмын. Бізде алдыңғы бөлікте тесмасы болғандықтан, бірінші тесмасын тігіп алуымыз. Астарымен қоспай тұрып, бірінші тесманы тігіп алыңыз. Бірінші тігісі және қырқып алып, екінші жүрсін жүреміз. Міне осылай, екінші бөлігіне де дәл солай қайталап шығамын. Сіздер тесманың орнына дайын оюды жапсырып тіксеңіздер де болады. Сәнді әшекейлер және де басқа да моншақпен, бисермен жұмыс істесеңіздер тіпті тамаша көрінетін болады. Тесмамыздың үстінен тағы да бір тігіс жүріп шығамын. Сол кезде тігісіміз мықты, әдемі болып шығады. Міне негізгі матамыз дайын. Енді астарлығын дайындаймыз. Астарлық материалды да иықтарын қосып біріктіріп аламыз. Міне астарлық материалымыз дайын болды. Енді міне әшекейіміз негізгі бөлігіне үстіне міне астарлықты қойып беттестіріп алуымыз керек. Ол үшін булавкамен қадап шықсаңыздар болады, немесе көктеп, сосын барып машинкаға отырсаңыздар тіпті жақсы. Мен мына мойын бөліктеріне булавка қыстырып шықтым, өйткені бұл жерлерде маталар бір-біріне сырғанап кетпеу керек. Міне енді оңайырақ болады. Мен машинкаға міне тіккен кезде булавкаларды ақырындап алып тастап отырамын. Өйткені инелерге тиіп кетіп, инені сындырып жіберу мүмкін. Міне алдыңғы бөлігіне тігіп болдым. Енді қайшымен жаңағы мойын бөліктің бұрылған жерлерін және қиып жіберіңіз. Жакетімізді біріктіріп алғаннан соң, міне астарлықпен біріктірілген жеріне шетінен және бір тігіс жүргіземіз. Осылай тігістерін тігіп болғаннан соң,
бұрыштарын шығарып алуымыз керек. Міне мен бұрыштарын қайшының ұшымен шығарып, міне өңдеп алдым. Екінші жағында дәл солай. Міне артық жерін қырқып, жіптерін ұшын шығарып қойдым. Енді біз осыны міне иығынан артық жер шығып тұрған астарлықты қырқып алып тастауымыз керек. Міне екінші жағында дәл солай артық материалды қырқып тегістеп аламыз. Сол кезде жакетіміз әдемі болып шығады. Міне енді қолтық бөлігін қалай тігуді көрсетемін. Міне видеоға анықтап қарап отырсаңыздар, мен астарлығын міне негізгі материалға қосып, бірінші иықтан бастап қолтыққа дейін тігіп шығамын. Сіздер де осылай қайталаңыздар. Міне бірінші бөлігі тігілді. Міне иықтан бастап қолтыққа дейін және кішкене қиып жібердім бұрылыстарды, және екінші жағын дәл солай астарлығын қайырып, міне негізгі матаға беттестіріп тігіп шықтым. Міне осылай кішкене қиып жіберіңіз. Сол кезде тігістеріңіз тырыстырмай әдемі болып шығады. Міне бірінші міне бөлігі тігілді. Екінші иықты да дәл солай қайталаймыз. Міне жақындатып көрсетейін. Иықтан бастап астарлығын міне теріс қаратып алып, қолтығына шейін тігемін. Менде комментарияда түсінбеген жерлерін жазатын қыздар бар. Соларға түсінікті болу үшін мен видеоны жақын көрсетіп жатырмын. Енді міне тігістеріміздің бәрі бітті. Енді жақсылап тұрып үтіктеп тегістеп аламыз. Тігістерін жатқызып, екі бөліктің міне екі жан тігісін тігу керек. Міне жакеттің екі жан тігісін тігу үшін бірінші міне видеода анықтап көрсетіп отқандай сіздер де міне қайталаңыз. Міне 3, міне 1, 2, 3 астарын қосып бір тігіс жүргіземіз. Міне беткі мына алдыңғы бөлікті тікпейміз. Артқы және астарлық материалдарды біріктіріп бір тігіп аламыз. Міне тігіп алдық. Енді алдыңғы бөлігін қосып және бір тігіп шығамыз. Дайын болып шықты. Енді осыны міне артық жерін қырқып алып тастап үтікке басып жіберіңіздер. Екінші жағында дәл солай қайталаймыз. Міне астарлығын теріс қаратамыз. Қайырып міне бір тігіспен тігіп шығамыз. Булавка қыстырып шығыңыз. Болмаса көктеп алсаңыздар да болады. Міне артық жерлерін қиып тастаймыз. Осылай оң қаратамыз. Енді бір үтіктеп жақсылап тігістерін жатқызып аламыз. Мен артық жерлерін бәрін қырқып тастаймын. Және етегіне міне баскасын тігуді бастаймын. Міне ұзын бір тігіс жүргізіп шығамыз. Астыңғы бөлігінің жібін тартып, сол бойынша қатпар жасаймыз.
өйткені астыңғы бөліктің жібі бос болады, тартуға ыңғайлы. Міне қатпар жасалып әдемілеп оны етегіне қосып біріктіріп тігіп шығыңыз. Бізде қажекей дайын. Сіздермен болған меруерт. Келесі видеомда кездескенше.